Әңгіме басталуы бір қызды таныстырудан басталады. Оның аты Керис. Ол көлігінің радиаторы бұзылып қалғандықтан үйге жаяу жүруге мәжбүр болады. Ол жергілікті байырғы халықтар кеңесінің жиналысынан қайтып келе жатқан, онда ол өз пікірлерін айтқан болатын. Жолда ол анасына қоңырау шалып, жолда оны алып кетуін сұрайды. Сол кезде Керисті жұмбақ көлік бақылап отырады. Ол алғашында оған көлікпен жүруге ұсыныс жасаудан бас тартады. Бастапқыда көлік оны баяу қуып жүреді, бірақ Керис қашуға тырысып жатқанын түсінгенде, көлік оған қарай жылдамдай бастайды. Содан кейін оқиға келесі күні полиция қызметкері Беттидің үйіне ауысады. Бетти жиені Бенмен бірге тұрады. Сол сәтте оған әріптесі Энди қоңырау шалады, және Керистің анасы Мэри Лин қызының мәйітін көру үшін моргқа келгенін хабарлайды. Кейін оқиға байырғы халықтар рейнджері Стейсиге ауысады. Ол жалғыз аң аулап жүргенде орманда аю тұзағын табады. Сондықтан ол тұзақты жинап алады, өйткені адам аяғы басып кетуі мүмкін деп алаңдайды. Беттиге қайта оралсақ, ол ауысын ауыстыруға келеді. Ол құрбанның анасын шақырып, мәйітті анықтауға мүмкіндік береді. Дене қапшығын ашқанда Мэри қарсы алдында жатқан мәйіттің өз қызы Керис екенін қабылдай алмайды. Мэри қызы көп нәрсені бастан өткергенін айтады, бірақ неге осылай аяқталғанына түсінбейді. Келесі көрініс жігіті Рей және оның қалыңдығы Бет есімді ерлі зайыптыларға ауысады. Олар жергілікті байырғы халықтар кеңесінің рұқсатымен лагерь салуға арналған жерді аралап жүр. Рей жай ғана Бетті сүйемелдеп жүрген, ал Бет жерді зерттеп, жерді жыртуға дайындық жасап жатыр. Зерттеу барысында Бет үстінен ұшып бара жатқан қарғаны байқайды және өлексенің иісіне ұқсас қорқынышты иіс сезеді. Ол Рейден бұл туралы сұрайды, бірақ Рей ештеңе сезбейді. Содан кейін Бет өлшеуіш құрылғысында бірдеңе өткенін байқайды. Ол не екенін білмейді, бірақ кенеттен көрінбейтін бір нәрсе оған шабуыл жасайды. Біраз уақыттан кейін Бетти мен Энди хабар алған соң оқиға орнына жетеді. Энди Беттің мүлк ұйымында жұмыс істейтінін және байырғы халықтар жерінде лагерь орталық салу жоспарын түсіндіреді. Бетти Рейден мәлімет сұрағанда ол қалыңдығына ешкім шабуылдамағанын айтады. Бұл Беттиді мазасыздандырады. Рейдің айтуынша Бет қан иісіне ұқсас иіс сезген соң қайтыс болған. Келесі күні көрініс Стейсиге қайта оралады. Ол кафеда түскі ас ішіп отырғанда Донни есімді ер адам оны мұқият бақылап отырады. Содан кейін Фрэнсис есімді әйел келіп, соңғы кезде моргта өте қарбалас болғанын, өңірде мұз жолдары қалыңдай түскенін айтады. Біраздан кейін Стейси көлігіне қарай бет алғанда, оның алдын Доннидің көлігі бөгеп тұрғанын көреді. Донни Стейсиді азғыруға тырысып, оған өлк ұйымын қолдайтынын көрсететін футболка сыйлайды. Көлігін жылжытудың орнына ол Стейсиден телефон нөмірін сұрайды. Бұл оны ашуландырады. Стейси қалам алғым келеді деп сылтауратып, Доннидің бетіне соққы беріп, мұрнынан қан ағызады. Көрініс Джессика мен Гарри есімді ерлі зайыптыларға ауысады. Олар аң аулау туралы сөйлесіп отырғанда, Гарри бір түрлі иіс сезеді және көліктің үстінде бірдеңе жүргенін естиді. Гарри оны қасқыр деп ойлап, мылтығын алып тексеруге шығады. Сол сәтте Джессика жігітінің ішек қарны жыртылып жатқанын көріп, қорқып, дереу көлік есігін жауып тастайды. Біраз уақыттан кейін Бетти мен Энди келеді. Бетти Джессикадан оқиға туралы сұрайды. Джессика айтқан өлім алдыңғы оқиғаларға қорқынышты түрде ұқсас екеніне Бетти таңғалады. Джессиканың айтуынша ол ештеңені көрмегенде, Гарри айтқан иісті сезбегенде. Стейси орманда қоян аулап жүргенде, Бетти келіп қалады. Бетти оны өз орынбасары етіп тағайындағысы келеді және жергілікті жерде болып жатқан жұмбақ өлімдерді тергеуге қосылуын сұрайды. Стейси алғашында бас тартады, бірақ аймақтағы ең шебер іші болғандықтан Беттидің өтінішіне келіседі. Содан кейін олар моргқа барып, мәйітті тексереді. Ол қорқынышты күйде болады. Стейси жарақаттарды қарап, оларды аңшылық аңның шабуылынан болды деп ойлайды. Кетер алдында Энди Фрэнсистің мойнындағы бір түрлі алқаға назар аударады. Бетти де Фрэнсистің моргта бір түрлі әрекет жасап жатқанын көріп, мазасызданады. Содан кейін Стейси ағасы Карсонға барып, қала тұрғындарын қорқынышқа салған аң туралы айтады. Карсон мұны естігенде, жабдықтар мен қару-жарақ алып, жиеніне көмектесуге жүгіреді. Бетти болса, аймақтағы байырғы халықтардың руханияты туралы тергеу жүргізіп жатыр. Ол Фрэнсистің суретін тауып, оның рухани әрекеттерге қатысы бар екенін біледі.
Сол кезде Стейси мен ағасы ормандағы барлық жолдарды аралап, аңды шығару үшін ет қақпандарын қояды. Бірақ кенет олар мұның жануар емес, қорқынышты демон екенін түсінеді, онымен күресу қиын. Ағасы ауыр жараланғанын көріп, Стейси оны дереу ауруханаға апарады. Карсон шұғыл ем қабылдап жатыр, оларға Бетти де келеді. Сол жерде Стейси олардың алдында тұрған нәрсе жабайы аң емес, Керис есімді бұрынғы жол апаты құрбанына ұқсас демоникалық фигура екенін түсіндіреді. Бетти бұрын мұндайға сенбейтін еді, енді бұл трагедия рухпен байланысты деп сенеді. Көп ұзамай Энди келіп, барлық нәрсенің артында ішкі аймақта жасырынып жүрген адамдар тұрғанын айтады. Ол бұл адамдар жаман рухтардың әсерінен осыны жасап жатыр деп есептейді, және оларды истериктер деп санайды. Стейси мен Бетти Эндидің сөзін қабылдайды, өйткені олар шындыққа сенбейді. Сонда Карсон Керистің жүрегі сияқты мүшелері мәйітте қалды ма деп сұрайды, ол не болып жатқанын түсінген сияқты. Көрініс Фрэнсиске ауысады. Ол Керис қайтыс болған жерге барады, сол жерде Мэри кездеседі. Олар Керистің өмірдегі жақсы істерін бір-біріне айтып береді. Әңгіменің соңында Фрэнсис қатты желдің гуілін естиді. Келесі күні Бетти қаладағы барлық өлімдер бойынша іздеу жүргізеді және байланысты байқайды. Барлық құрбандардың киген киімдері бір ұйымнан Уэйт Таукен ұйымынан. Ал олардың серіктестері ұйымға қатысы жоқ болғандықтан зақым алмаған. Ол жергілікті кеңес ұйымға өзара келісімсіз лицензия сатқан туралы мақалалар табады. Сондай-ақ Керистің өмірде белсенді қызмет еткенін айтатын мақалаларды көреді. Содан кейін Бетти жиенінің жер қазу жобасы туралы презентациясын сұрайды. Онда Карсонның Таукен жобасын қолдағаны ашылады, өйткені компания уәде еткен мүмкіндіктер арқылы қауымдастықты дамытуға болады деп есептеген. Ал Мэри мен басқалар бұған қарсы, өйткені бұл орман мен өзендерді қоса экожүйеге қауіп төндіреді. Түнде Бетти моргқа барып, Керистің мәйіті туралы сұрайды. Фрэнсис мәйіт басқа моргқа көшірілгенін айтады. Бетти риза болмай көшіру құжаттарын сұрайды, бірақ Фрэнсис сылтау айта береді. Қысымнан кейін Фрэнсис шындықты айтып, мәйітті Мэри Линн алғанын және Беттиге онымен кездесуді ұсынады. Келесі күні Бетти Стейсиге кездесіп, барлық өлгендер Таукен жобасын бастағалы жатқан ұйымның қызметкерлері екенін түсіндіреді. Ол ағасының да ұйымды қолдайтынын дәлелдейді, сондықтан рух оған да шабуыл жасаған. Содан кейін олар Эндиге барады, ол Донниді қамауға алған. Донни орманда құлағы нашар еститін қарт әйелді өлтіруші деп ойлап, оған оқ атып алған. Содан кейін ол кафеге барып, Фрэнсиске Керис өлген жерде оны көргенін айтады. Фрэнсис алғашында жасырып, кейін табиғатты қорғау туралы еске түсіріп, мойындайды. Ол Доннидің Керисті қағып кеткенін және сол кезде оны шығарып, есірткі беріп, жартылай ессіз күйде қалдырғанын айтады. Стейси мен Бетти Керистің анасы Мэриге барады. Бетти мәйіттің қайда екенін сұрайды. Мэри оны ата-баба рухтары алып кеткенін айтады. Ол ұйымға деген өшпенділігін білдіреді, өйткені олар байырғы жерлерді тартып алып жатыр. Мэридің эмоциясы тұрақсыз болғандықтан, олар кетуді шешеді. Көлікке бара жатқанда Беттидің жиені қоңырау шалып, Таукен ұйымы жұмыс ұсынып жатқанын айтады. Бетти тыйым салғанына қарамастан Бен жұмысқа орналасқысы келеді. Стейси мен Бетти кетуге ынталы болғанда Стейси бірдеңені ойлап, Мэриге қайта оралады. Ол өзінің әжесі туралы әңгіме айтып, Мэридің әрекеті дұрыс емес екенін, жерді қорғау ниеті жақсы болғанымен, кісі өлтіру қандайда болмасын қате екенін түсіндіреді. Стейси досы берген амулетті Мэриге береді. Ал Бен жұмысқа бара жатқанда Бетти тағы да Уикке қатысты ештеңеге бармауын ескертеді. Кенет алдында пайда болған көріністен қорқып, Бен үйге қарай жүгіреді. Бақытымызға орай ол үйге кіріп, демон Керистің қудалауынан құтылады, өйткені Керис оның ұйымда жұмыс істеу ниетіне қарсы. Көп ұзамай Энди үйге келіп, жертөлеге түсіп, Бенді құтқарады. Бетти бөлмеге кіріп, Керистің қудалауынан аман қалады. Көп ұзамай Стейси де Беттидің үйіне мылтықпен қаруланып, бәрін аяқтауға келеді. Дүрбелеңнің ортасында ол Беттиді іздейді. Демон Керис есікті бұзып кіруге тырысқанда, Стейси Донни берген Уик логотипі бар футболканы көрсетіп, оның назарын аударады. Содан кейін Стейси Керисті үйден шығарып, жоспар бойынша қақпанға түсіреді.
Стейси мен Бетти пулеметпен атады, бірақ нәтиже күткендей болмайды, өйткені Керрис енді адам емес. Дүрбелеңде Стейси балта алып, рухты жоюға тырысады, бірақ Керрис қақпаннан босап, Беттиді жаралайды. Ақырында Стейси мен Бетти не істерін білмей абдырап қалады. Сол кезде Мэри өз қатесін түсініп, бәрін аяқтауға шешім қабылдайды. Ол Керристің жүрегін өртеп, қызының ішіндегі демонды әлсірету рәсімін жасайды. Бірнеше секундтан кейін демон Керрис әлсірей бастайды. Стейси уақытты босқа өткізбей, демонның басын шауып түсіреді. Көрініс Мэриге қайта оралады. Оған Фрэнсис келіп, бәрі бітті ме деп сұрайды. Мэри бәрі дерлік біткенін, оның атын бір рет қана айтуға болатынын, және одан кейін енді ешқашан шақыра алмайтынын айтады. Стейси мен Беттиге оралсақ, Энди келіп, Керристі өлтірген адам ұсталғанын хабарлайды. Бірақ Энди білмей, Керристің атын атап қояды. Содан кейін Керристің рухы соңғы рет көтеріліп, ең алғашқыда өлуі тиіс адам Дониге шабуыл жасайды. Осымен фильм аяқталады.